Мен жастайымнан бері осы журналистика саласында жұмыс істедім. Радиода, содан кейін журналистикаға қызығып осы мамандықты таңдадым. Өзім себепші болдым, өзім таңдадым. Маған өзіме ұнады. Сама выбрала. Просто родители сказали, поступай куда хочешь, вот выбрала маркетинг. Сама. Әкем. Ол атам дәрігер болған екен кезінде, өз ауылында мықты дәрігер болған екен. Әкемде де сондай арман болған, бірақ ол өз тағдыр ғой, тәлей дейді ғой біздің қазақ. Сонымен ол арман орындалмай қалды, сосын менің иығыма түседі да сонымен. Сен балам дәрігер бол деді ма? Иә. Өзің қалап тұрсың ба? Жоқ. Өзім таңдадым, қызығушылық болды соған органда жұмыс істеуге. Менің өзімде бірнеше таныстарым бар, шетелде оқып, сол жақта қалып қойған. Патриоттық сезімнің жоқтығы деп ойлаймын, өйткені мен олардан сұрағанда, ой, Қазақстан деген орысша айтады, я не хочу вернуться в эту дыру дейді да. Яғни Қазақстанға қайтып оралғым келмейді, ол жақтың жаңағыдай жүйесі ұнамайды деген сияқты айтады. Дегенмен менің өзімде де мүмкіндік болды осы жылы шетелге кетуге, бірақ та мен сол патриоттық сезім болмай кете ма, жоғалып кете ма деп өзім қорқып сол жаққа барған жоқпын. Өзім осы жақта қалып, керісінше Қазақстанда осы жақта дамытуға өзім үлесімді қосқым келді максимально. Но если абстрагироваться, то Казахстан, я думаю, сам делает все условия для того, чтобы умная молодежь, именно она уезжала за границу. Да, потому что там все условия есть, а у нас тут, к сожалению, нету. Даже если вот подумать, то заграничные университеты, допустим, в Китае или в Европе, они предоставляют гранты бесплатно, допустим. Если у вас нету там денег, так скажем, просто надо уметь учиться, и все, в принципе. Университеттен кейін жұмыс іздеу қиын, жұмысқа тұру қиын, табыс аз, сол себепті шетелге кетті деп ойлаймын. Өзге елде ұлтан болғанша өз еліңде сұлтан бол дейді ғой. Өз еліңде тапқан табысың да өзіңе жетеді деп ойлаймын мен өзім. Біздің өзіміздің елде де көп мол ғой, байлықтар, мүмкіндіктер, иә. Білмеймін, қандай жоспар бар. Әлі ондай жоспар жоқ. Болашақта мақсатым көп. Осы Қазақстанның туризмі онша дамымаған. Қазақстан туризмін дамытқым келеді. Былай қарасаңыз, басқа елдерді бізде дамытып көрсетеді. Сол себепті мен басқа елдерді Қазақстанды қалай жарқын бейнесін көрсеткім келеді. Біздің әсем Алматымызды көрсеткім келеді, Астанамызды көрсеткім келеді, что шетелдік адамдарда да осы біздің Қазақстанда қызығып келетіндей. Біз, например, Түркияға или басқа қалаға қызығып барамыз ғой. Сол себептен шетелдегі адамдар да Қазақстанда қызығып келсе екен деймін. Өзімді пиар саласында маман ретінде елестетем. Қазіргі таңда осы пиар саласында қызмет етіп жатырмын, және де болашақта осындай осы салада, яғни жарнама жағында жұмыс істегім келеді өзім. Мен бұл жерде андай бір ғана жерде жұмыс істемегендіктен, яғни журналист болғандықтан мен ойымша ол жақта адамда лицо болады ғой, яғни адамның өзі болады, ол дауысын да жаздыра алады, оның барлығын есептегенде айына 2 миллион табуға болады. Ал бір жерде ғана жұмыс істесең, әрине 200 мыңнан басталады, жалақы ол мен үшін норма. Сол энергетикте жұмыс істейтін шығармын. Я жұмыс істегім келеді. Грантта оқып жатсың ба? Я грантта оқып жатырмын. Я собираюсь работать пока что в Алмате, возможно, потом в другую страну. Такие планы. Почему? Просто хочу попутешествовать. Я вообще поступила на менеджмент. Из-за того, что у меня есть лидерские качества, я это поняла. И из-за своих качеств я выбрала эту профессию. Сейчас я планирую доучиться в колледже и поступить за границу. Получается, улучшить свое мировоззрение и увидеть мир. Білмеймін, ол туралы мүлдем ойланып көрмедім деп айтпаймын. Ойлансам да ештеңе көре алмаймын. Неге көре алмайсың? Үйтіп көндірген жоқпын да, мен осылай ойбай ақшасын төлеп беріңдер, мен осылай дәрігер болғым келеді деп айтқан жоқпын. Керісінше олар мен солай күштеп ойбай балам оқы, сен ақшаны вообще алаңдама, сен оқуды ғана ойла, сен осылай деп. Жоғарғы орта мектептен бітірдім, айттым осындай финанс оқығым келді, әке, жоқ, ол финанс не қыласың, ойбай ол байдың балалары оқитын нәрсе, анау андай, мындай, медицина жақсы. Мен де көндіре алмадым, себебі бұл барлық жанындағы адамдарда, туыс-туғандарымның барлығы да әкем жағында тұрып алды да, себебі ол сенің әкең, ол сен ешқандай
жаман қылғысы келмейді, сен тек қана жақсы болғанын қалайды, сенің әкең ғой, әкеңнің сөзін тыңда деп